Арма тарихы терең қазалы елі, біз жаңалықтар легін бастаймыз. Эфир тізгінінде мен Зарина Оңалқызы. Вице-премьер Қанат Бозымбаев Алматыда сейсмикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша кеңес өткізді. Енді Алматыда төтенше жағдай туындаған сәтте азаматтарды уақытылы хабардар ету мақсатында Mass Alert жүйесі биылғы 1 маусымға дейін пилоттық режимде енгізілетін болады. Вице-премьер халықты шұғыл хабардар ету жүйесін іске қосу процесін жеделдетуді тапсырды. Аталған жүйе еліміздің жер сілкінісі қаупі бар, барлық өңірлерінде болуды және үздіксіз жұмыс істеуі тиіс. Сондай-ақ Қанат Бозымбаев жер сілкінісі болған жағдайда халықты ақпараттандыруға, құтқару және эвакуациялық іс-шараларды ұйымдастыруға, жылжымалы далалық госпитальдарды өрістетуге қатысты мемлекеттік органдардың іс-қимыл алгоритмін тыңдады. Вице-премьер төтенше жағдайлар министріне маусымның 1 күндігінде жер республикалық оқу-жаттығу барысында алгоритмді сынақтан өткізуді тапсырды. Техниканың дайындығы мен оны басқа өңірлерден жедел тасымалдануға ерекше назар аударылды. Кеңес қорытындысы бойынша тиісті ведомстволарға еліміздегі сейсмикалық ахуалға тұрақты мониторинг жүргізу және жер сілкінісі туындаған жағдайда тұрғындардың іс-әрекеттерін пысықтау бойынша оқу-жаттығуларды тұрақты түрде өткізу тапсырылды. Еліміздегі сейсмикалық ахуалға тұрақты мониторингті қамтамасыз етсін. Но тем не менее Біз халықаралық тәжірибеге сүйене отырып жұмыс істеуіміз керек. Жапондық технологияны қолданып жер сілкінісінің алдын алу қажет. Өзге елдердің іс жүзінде қолданған әдістерін пайдалануға болады. Салынып жатқан құрылыс нысандарының сейсмикалық төзімділік көрсеткіші жоғары болу шарт. Қызылорда облысында жыл басынан бері проблемалық алимент өндірістері едәуір азайған. Осылайша мәселенің оң шешім табуы ана мен бала құқығының қорғалуына көмектеседі. Мамандардың айтуынша қазіргі таңда 63 борышкер жұмыспен қамтудың жол картасы арқылы жұмысқа тұрғызылған. Бұл да өз кезегінде алимент өндіруде септігін тигізеді. Айта кетейік, 4 айдағы есептік кезең бойынша 12118 алимент өндіру ісі бар. Оның ішінде 4892 борышкер жұмыс орындары арқылы тұрақты төлем жасап отыр. Облыстық жеке сот орындаушыларының дерегінше 472 борышкердің атқару құжаты бойынша жұмыс жасалып жатыр. Берешек құны шамамен 190 миллион теңге. Олардың автокөліктерін айып алаңдарына қамау бойынша жүргізілген рейдтік шара шеңберінде 90 миллион теңге өндірілген. Ал алименттен жалтарып жүрген 147 борышкер әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 669 бабы бойынша жауапқа тартылған. Облыстық мамандандырылған аудан аралық сотының судьясы Сәбит Рүстемовтың айтуынша осы күнге дейін алимент өндіру туралы 24 арыз түскен. Оның ішінде тек 10 талап оң шешімін тапқан. 1162 арыз келіп түссе, оның ішінде 770 талап қою, 31 ерекше іс жүргізу талап арыздар және 361 сот бұйрығы, яғни алимент өндіру жөніндегі сот бұйрықтар келіп түскен. Қазақстан мен Жапония су тасқынымен тиімді күресу үшін гидротехникалық құрылыстарды нығайту бойынша бірлесіп жұмыс жүргізуді жоспарлап отыр. Ынтымақтастық осы жылдың маусым айында басталуы мүмкін. Су ресурстары және ирригация бірінші вице-министрі Болат Бекнияз Жапонияның Қазақстандағы елшілігінің өкілі Каната Тамахиромен кездесу барысында ынтымақтастық мүмкіндіктерін талқылады. Қос тараптың кездесуі Қазақстан Республикасы су ресурстары және ирригация министрлігінің бастамасымен өтті. Өз кезегінде Жапония тарабы қысқа мерзімде нығайтылуы тиіс маңызды құрылымдардың тізімін сұрады. Кездесудің тағы бір тақырыбы тәжірибе алмасу және қазақстандық мамандардың біліктілігін арттыру болды. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі балық шаруашылығы комитетінің төрағасына қатысты тергеу аяқталды. Антикордың ресми ақпаратынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет балық шаруашылығы комитетінің төрағасы мен комитеттің балық ресурстарын қорғау және балық аулауды реттеу басқармасының басшысына қатысты 2021-24 жылдар аралығында жалпы қамқорлық үшін шағын және орта бизнес өкілдерінен жүйелі негізде пара алды деген күдік бойынша тергеуді аяқтады. Тергеу соты күдіктіге қатысты электронды білезікті қолдана отырып, үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады. Қылмыстық іс мәні бойынша қарау үшін Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі аудан аралық сотына жолданды. Қылмыстық процестік кодекстің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды. Конституцияның 77 бабы 3 тармағының 1 тармақшасына және қылмыстық процестік кодексінің 19 бабы 1 бөлігіне сәйкес қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әрбір адам кінәсіз деп есептеледі.
Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі әзірге тамам. Арнамыздан алыстап, жаңалықтардан қалысқап жүрмеңіз. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Осы және өзге де жаңалықтарды әлеуметтік желілерден біле аласыздар. Серік ТВ жаңалықтар әлемге серігіңізге айналсын.